Қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен хачапури жасаймыз. Хачапуридің рецебін осы видеоның астына қалдыратын боламын. Біздің каналға подписаться және қоңырауша белгіні басуды ұмытпаңыз. Хачапуриға керек заттар: бізге сүт керек. Сүтке бір жұмыртқа қосамыз. Сосын бір кішкене қасық тұз, бір кішкене қасық қант, және сұйық майдан 300 столовый ложка, және де бір кішкене қасық қопсытқыш қосамыз. Осылардың барлығын жақсылап араластырып аламыз. Міне осылай араластырамыз. Енді үстіне ұн қосып, біз тестамызды илейтін боламыз. Басында осылай қасықпен араластыруларыңызға болады, өйткені сұйық болып тұрады да қолыңызға жабысып қалуы мүмкін. Аздап қоюланғаннан кейін қолыңызбен жақсылап илейсіз. Міне көріп тұрғандай, қолмен илеп жатырмын. Жақсылап илеп аламыз. Енді бізге салмасын дайындау керек. Салмасына теркадан өткен сыр және бір жұмыртқа, аздаған тұз қосып, осылайынан араластырамыз. Жақсылап біркелкі болғанша араластырып шығамыз. Енді жәнегі дайындап қойған нанымызды алып, 4 бөлікке осылайынан бөлеміз. Және бұларды жақсылап, домалақтап, илеп, осылайынан дайындап қоямыз. Достар, видеоға лайк басыңыздар, астына комментарий жазыңыздар. Қандай да бір түсініксіз жерлері болса, сұрап комментарийға жазуға болады. Және WhatsApp группаларға, сол сияқты чаттарға жіберуге болады. Рецептпен бөлісіңіздер. Ссылкасын жібересіздер. Сол арқылы. Міне видеода мен 4 бөлікке дайындап алдым, және бұны жайып жатырмын. Өте үлкен емес, жайып аламыз осылай оқтаумен. Енді арасына жәнегі начинкамызды саламыз. Міне сырды осылай салып алдым. Енді біз бетін жабамыз. Видеоны достарыңызбен, подружкаларыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. WhatsApp, тағы да сосақ группаларға жіберіп бөлісіп отырыңыз. Міндетті түрде подписаться кнопкасын басыңыз біздің каналға. Сонда барлық видеоларды сіз бірінші көретін боласыз. Міне біздің нанымыз, хачапурimiz дайын. Енді орташа отта қызып тұрған табаға салып, екі жағын қызартып аламыз. Не аздап осылай көтерілуі мүмкін. Үстінен ақырындап басып қоюымызға болады. Міне біздің хачапурimiz почти дайын. Екі жағын осылай қызартып алдық. Дайын болған хачапуримizға үстіне сары майдан жағып жібереміз. Сонда өте дәмді болады.
Сіз де осы рецептпен жасап, астына бөлісіп кетуді ұмытпаңыз. Хачапурimiz дайын, өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Чаймен ішіп, осы хачапуриді жеуіңізге болады. Достар, міне видеода подписаться деген кнопка тұр, және қоңырауша тұр. Осыны міндетті түрде басамыз, сосын астына комментарий қалдырамыз. Ас болсын.